Ертең елордада футболдан президент кубогының дәстүрлі 7-ші турнирі шымылдығын ашады. 4 күнге созылатын жарысқа 96 жылға жасөспірімдер құрамалары қатыспақ. Мәртебелі кубокқа сондай-ақ Испания, Грузия, Әзірбайжан және Тәжікстан елдерінің де жас спортшылары төбе көрсеткелі отыр. Екі топқа бөлініп, өнер көрсететін 6 команда алдымен топтық кезеңде бақ сынайды. Жалпы Қазақстан жасөспірімдер құрамасы соңғы ойында президент кубогын иеленген болатын. Енді олар биыл да сол жеңістерін қайталап көрмек. Ал еліміздің футбол федерациясының шақыртуымен келген Испания құрамасы турнирге тұңғыш рет қатысады. Турнир өзіндік орны бар дода. Біз үшін өте маңызды. Әрине біздің құраманың ең бірінші мақсаты Европа чемпионатының іріктеу матчтарына дайын болу. Ол осы жылдың қазан айында Венгрияда болады. Енді президент кубогы тұр алдымызда. Біз бұл жарысқа өте мұқият дайындалдық, өйткені қарсыластарымыз да осал емес. Турнир соңында ойында жақсы өнер көрсеткен әр футболшы әр аталым бойынша марапатталатын болады.